армысыздар. Адам есіммен жазылған көпшікше жасаймыз. Көпшіктердің размерлері 30-да 30, ал үлкені 30-да 40 размер. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны міндетті түрде басып кетейік. Өздеріңіз қалаған размерде көпшік жасауға болады. Айналасына су дейді, сондай тігіп жасауға болады. Бірнеше ирек әртүрлі тесмалар салып, әртүрлі қылып тігуге болады. Мен қазір тіккелі жатқан көпшігім 30-да 30 размерлі көпшік. Мынау соткымның алдымен түсірілгендіктен жазу дұрыс көрінбей жатыр. Сондықтан аса қатты мән бермейміз. Көпшіктің астыңғы бөлігін қызыл түсті етіп алдым. Матамыздың матовый белер мата, түгі төмен қарап тұру керек. Соны тауып аламыз. Түгі төмен қараса өте әдемі көрінеді. Түгі жоғары қарап тұр. Енді түгі төмен қарап тұр. Осылай тауып аламыз. Оң жағын беттестіріп, осылай беттестіріп аламыз. Кейін айналасын қыстырғышпен қыстырып шығамыз. Қыстырғышпен қыстырып, кейін айналдырып тігіп шығамыз. Көрсетіп жатқандай тігін машинасымен айналдырып тігіп шығамыз. Міне айналасын осындай қыстырғышпен қыстырып шықтым. Немесе булавкамен қыстыруға болады. Маған қыстырғыш өте ыңғайлы болды. Булавкамен қанша дегенмен қозғалып кетеді мата. Ал қыстырғышпен қыстырсаңыз, мата қозғалмайды. Осылай төменнен бастап тігін машинасымен айналдырып тігіп шығамыз. Тігін машинама қойдым. Төменгі жағынан бастап, ортасынан бастап айналдырып тігіп шығамыз. Бәрін сол бастаған жерден жеткізбей, орын қалдырып тігіп шығамыз. Себебі көпшігімізді 10 қаратамыз. Сол тесік арқылы кейін тесігін қол ине жіппен асып білдіртпей тігіп қоямыз. Немесе кейбіреулеріне замок салуға болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен бұл жолы замок салған жоқпын. Замоктың салу жолын келесі видеоларда көрсететін боламын. Видеоны асықпай қарасаңыздар, түсінесіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Және де қандай видеолар көргілеріңіз келеді, комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Міндетті түрде видео сабақ түсіретін боламын.
Міне тігіп болдым. Осындай айналдыратын орын қалдырдым. Міне енді көпшікшемізді оң қаратамыз. Оң жағын қаратып, бұрыш-бұрыштарын жақсылап шығарамыз. Шетіндегі тігілген жіпті бірнеше рет байлап тастауға болады, бірден қиып тастамай. Себебі сөгіліп кетпес үшін осылай көбінде байлап, бірнеше рет байлап тастаймын. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпайық. Осылай бұрышын жақсылап шығарып, барлығын асықпай оң қаратып, айналдырып аламыз. Жоғарғы жақ бөлігінің бұрышында қолымыздың ұшымен жақсылап шығарып, оң қаратып алдық. Міне осындай көпшігіміз шықты. Енді ішін синтефон, синтепух немесе мақта өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша толтыруға болады. Мен бұл видеода ішін синтефонмен толтырдым. Қазіргі алдағы видеоларда оны көрсетемін. Толғаннан кейін аузын ине жіппен білдіртпей тігіп тастаймыз. Себебі кейін жуып алған кезде сол жерден шеше қояды, қиып тастап, жуып тазалап алуға болады. Метражный синтефонды алып, осыны түтіп алам. Бірінші осылай түтіп, толтырып түтіп алып, кейін көпшіктің ішіне саламын. Алдағы видеодан қарасаңыздар, бәрі түсінікті. Асықпай отырып, видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Осылай түтіп аламын.
осылай бәрін қажетімізше түтіп алып көпшігіміздің ішіне салып шығамыз. Мен ішіне жай салып шықтым. Негізі ішіне бөз матасынан немесе шыт матасынан ішіне осындай көлемде қаптама тігіп, сол қаптаманың ішіне салып, сосын барып оны мына көпшіктің ішіне салуға болады, тыс ретінде. Ал мен ішіне бірден салып жібердім. Себебі үйге тігілген көпшік болғандықтан, өзімнің қызыма тігілген көпшік болғандықтан, осылай сала қойдым үйге тігілген болғасын. Осылай бәрін бұрыш-бұрыштарына келтіріп, әдемілеп, томпитып салып шығамыз. Міне осылай ішін бәріне толтырып шығамыз, томпитып. Міне әдемі көпшік шықты. Енді осы синтефон салған жерді инемен білдіртпей тігіп шығамыз. Ішінен тігілген сияқты қылып тігіп шығамыз. Видеоны жақсылап асықпай қараңыздар. Тігілу жолында көрсетемін. Сыртына білдіріп тікпейміз, ішінен білдіртпей тігілу жолымен тігеміз. Асықпай отырып видеоны қарасаңыздар түсінікті. Ішкі бөлігінен инемен асықпай, ине жіппен асықпай тігеміз.
Міне осындай көпшігіміз шықты. Осындайдың бірнеше түрлерін жасадым. Алдағы видеодан көресіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Уақыттарыңызды бөліп қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып кетейік.